Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мен қазір Алматы облысы мен Жетісу облысының дәл ортасында тұрмын. Менің артымда қазақтың кең байтақ, ұлан ғайыр, көрсең көз тоятын аса шұрайлы жері тұр. Мына жерді өздеріңіз қараңыздар. Бұл біздің ата бабамыздың еңбегінің жемісі. Солардың бізге аманат етіп қалдырған жері. Солардың білектің күшімен, найзаның ұшымен, аттың жалында, түйенің қомында жүріп, келер ұрпағыма деп қалдырған жерлер осы жер. Бірақ қазақта бос жатқан жер жау шақырады деген сөз бар. Осы жердің барлығын біз халықпен толтыруымыз керек. Әлемнің дүниежүзі бойынша 9-шы орында, яғни жер көлемі бойынша біз Қазақстан 9-шы орын алады. Бірақ Қазақстан халқының саны бар болғаны 20 миллионға да жетпейді әлі. Сондықтан осы жердің барлықтарын игеру үшін қазақ білімді болу керек, бәсекеге қабілетті болу керек, елдің ертеңін ойлау керек, ұрпақты ойлау керек. Қашанғы біз кешегі ата бабамыздың еңбегін малданып, солардың ерлігімен мақтанып уақыт өткіземіз. Біз не істеп жатырмыз? Келер ұрпаққа не береміз, не қалдырамыз? Ертеңгі ұрпақтың наласына қалмаймыз ба? Солар бізді ертең қарғамай ма? Деген сұрақ әрбір қазақтың көкейінде тұру керек. Сол кезде ғана біз ел боламыз. Қазақ сауатты болу керек, зерек болу керек, білімді болу керек. Сондықтан ардақты ағайын, айтарымыз, әрбір азамат саяси сауатты болу керек, елдегі жағдайлардан барлығынан хабардар болу керек, көз ашық болу керек, бей-жай қарамау керек. Сонда ғана біз осы жерге ие болып қаламыз. Сонда ғана біз жауапкершілікті сезінеміз, келер ұрпаққа жақсы мемлекет қалдырамыз.